Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, ешқандай қоспасыз үй жағдайында кетчуп дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге 4 килограмм қызанақ, 800 грамм жуа, 1 килограмм алма және сарымсақ керек болады. Қызанақтарды жуып, тазалап, 4 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді алманы да жуып, тазалап, 4 бөлікке бөлеміз. Жуаны ұсақтап турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді қызанақтарды блендер немесе ет тартқыштың көмегіменен ұсақтап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Алманы кастрюляға салып, үстіне 100 грамм су құямыз. Орташа отта алмаларды бұқтырамыз. Жұмсарып пісу керек. Жуамызды бөлек үстіне 100 грамм сұйық май қосып, сап-сары болғанша, жұмсарғанша қуырамыз. Видеода көрсетілгендей. Алмамызды араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қуырылған жуаға піскен, жұмсарған алманы қосамыз. Блендердің көмегіменен еземіз. Бір келкі масса болғанша пюре болады. Енді қызанақты соусты қайнатамыз. Бір қайнаған соң қазанымыз, үстіне алма езбесін қосамыз. Араластырамыз. 1,5 ас қасық татымына қарай тұз қосамыз. 1 бас сарымсақ қосамыз. Блендермен 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Езіп аламыз. Бізде міне осындай әдемі соус болады, кетчуп. Енді осы кетчупымызды 45 минут қайнатамыз. 4 ас қасық толтырмай қант қосамыз. 5-6 лавр жапырағын қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. 1 ас қасық уксус қосамыз. Менде 70% уксус. Араластырып 10 минут қайнатамыз. Енді ішіндегі лавр жапырақтарын алып тастаймыз. Стерилденген банкаларға кетчупымызды құйып, қақпағыменен жауып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей. Банкаларымызды дайын болған қалың көрпенің астына орап тастаймыз. Банкамыз өздігінен суығанша. Салқын жерде банкаларымызды ұстаймыз. Біздің кетчупымыз дайын, өте дәмді, қыста таптырмайтын соус. Әртүрлі тағамдарға қосып жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер, ұнайды. Егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.